Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біздің өнерді жақсы көретін балалар. Қазақстан Республикасының Мәдениет спорт министрлігінің бастауымен пайдалы бос уақыт атты жазғы білім беру әлеуметтік жобасы COVID-19 пандемиясына қарсы күрес жүргізіп жатқан медициналық қызметкерлердің балаларына арналады. Мен Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, саз сырнайшы Далбағай Гүлфарус Есімханқызы. Мен осы жобаны ұйымдастырған ұйымдастырушыларға өте қажетті екенін, өте маңызды екенін айта отыра үлкен алғысымды айтамын. Сіздердің назарларыңызға мен бүгін саз сырнай аспабының тарихы шеберлік. Бұл дәрістен балалар сіздер қазақтың көне заманнан келе жатқан саз балшықтан жасалынған үрлемелеп ойналатын музыкалық аспаптар жайлы хабардар боласыздар. Сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз, ойларыңыз, қосатын тосын ойларыңыз болатын болса, іркілмей эфирдің астына жазып отырыңыздар. Мүмкіндік болғанша толығырақ жауап беруге тырысамын. Ең қызықты қойылған, ең үздік сұраққа, екі сұраққа мен өзімнің авторлық кітабым, міне көрдіңіздер ғой, саз сырнайдың тарихы бар, саз сырнай және акарина тектес аспаптар деген осы кітапты мен сіздердің ең үздік сұраққа сыйлаймын. Сонымен балалар кеттік. Ал алдымен балалар анықтап алайық. Сен ысқыру білесің бе? Керемет! Ысқырудың әр түрлі дыбыстар шығаруда бәріміз бала күнімізден жақсы білеміз. Сіздердің әкелерің де, аналарың да, аталарың, әжелерің де барлықтары бала болған кезінде. Олардың да сіздер қазір сол балалық шақтың базарында жүрсіздер балалар. Ысқырудың түрлі әдістерін тілмен ерінді шүйіріп, керіп, жиырып деген сияқты. Оны мына менен көріп балалар сендер жақсы білесіздер, иә? Мына екі қолдың осы екі қолдың балан үйрек дейді ғой, мына соны ауызға бүйтіп екеуін қосып ысқырық бар. Оған қосып ортан теректі қосып 4 саусақпен өретін әдіс бар. Болмаса мына кішкентай бөбектер, кішкентай мына шынашақты қосып оны да үрдейтін әдістер бар. Бірақ балалар мына карантин кезінде біз сақтанамыз, өйткені қолды ауызға апармаймыз. Тазалық денсаулықтың кепілі дейді. Бірақ мен сіздерге сондықтан осы карантин талабына сай бір жақсы бір ысқыру әдісін үйреткім келіп отыр. Алдымен баламын қазір балалар, мінекейіңіздер, жақсылап тазалап аламын қолымды. Ал енді осы екі ысқырушы мына екі алақанды қабыстырып бір-бірімізге мынандай музыкалық аспап жасаймыз. Көрдіңіздер ғой мынандай музыкалық. Осы музыкалық аспап жасаған кезде мына жерде бас бармақтың ортасында мынандай ойық пайда болады. Сол ойыққа үрлесек, балалар, дыбыс шығады. Көрдіңіздер ғой балалар? Осылай сәл жаттығу жасасақ, бәрімізде осы ысқыру әдісін үйреніп аламыз. Мен бұны сіздерге айтып отырған себебім, осы ысқырық жүйесі қазақтың көне музыкалық аспабы саз сырнайдың дыбысын шығаруда орын алған. Жалпы адамзат әлі ағаш, тас, темірді қолдарына ұстамай игермей тұрған кезде ең алғашқы музыкалық аспап осы жаңағындай әдіс деп өзім ойлаймын. Өйткені бір-біріне сол ысқырық арқылы адамзат бір-біріне дыбыс белгі берген, хабарласқан сөйтіп бір-бірімен. Ең алғашқы музыкалық дыбыстың бірі ысқырық балалар. Сол енді мына саз сырнайға келетін болсақ, сол ысқырықтың жаңағы айттым ғой, көрсетім, соның тәсіліне келетін, саз сырнай аспабының үніне келетін ұлы даланың көшпенділерінен бізге жеткен қасиетті үні. Саз сырнай аспабының табиғаттың 4 стихиясы, 4 құбылысын басын құрайды. Топырақ, екіншісі су, үшіншісі от, төртіншісі ауа.
осы 4 құбылысты қорғанда біздің мынандай кішкентай састырнай аспабымыз пайда болады екен. Көлемі қаздың жұмыртқасындай ғана болған аспап топырақ пен су мен иі қандыра иленіп, саз балшыққа айналады. Одан от пен ауаның жалынымен пісіп, күйіп, сазды әуен шығаратын қазақтың музыкалық аспабына айналады. Састырнай даланың желінің өлін, құсының сайрауын, аңының үніне үн қосып келе жатқан, ғасырлар қойнауынан келе жатқан қазақтың аспабы. Қазір мен сіздерге Біржан Салдың Көкек әнін орындап берейін. Осындай міне Біржан Сал аталарымыздың әні Көкегі біздің Састырнайға жазғандай сондай жақсы келеді. Састырнай аспабы әлемде акарина тектес үрлемелі аспаптар тобына жатады. Европада Састырнай аспабына ұқсаған аспапты акарина дейді. Акарина деген не ол, балалар? Қандай мағынаны білдіреді? Акарина деген итальян тілінен аударғанда, орысшаға аударғанда гусенок, қазақшаға аударып жатсақ қаз, балапан қаз, үйрек деген сондай мағынаны білдіреді екен. Енді осы Састырнайға ұқсас аспаптар әлемде өте көп. Тарихы Қытай халқында, Америка халықтарынан тарихы 12-8 мың жыл тарихы бар екен ол аспаптардың. Олардың атауы мен пішімі, дыбыс шығару әдісі әртүрлі болып келумен ортақ ұқсастықтары да мол. Көшпенді елдің тұрмыс салтына Састырнай секілді музыкалық аспап алғашқында дыбыс шығару, еңбек кезінде, аңшылық кезінде құралдар ретінде пайдаланған. Қазақстанның түкпір-түкпірінде, Шығыс Түркістанда табылған, Қытайда, Моңғолияда, Алтай жерлерінде де көптеп табылуы бұл аспаптың біздің аймақта кең тарағанын және тарихы әрде жатқанын көрсетеді. Көне Отырар қаласының қазба жұмыстарын кезінде Түркістан облысы Шәуілдір ауылына жақын орналасқан Отырар қалашығына қазба жұмыс кезінде табылған. 1967 жылы балалар, мектеп оқытушысы Асантай Әлімов ағаларың өзінің сіздер сияқты шәкірттермен жаңағындай экскурсияға барып, жаңа сол Отырар қаласының қалашығын қазба жұмыстар жасап жатқан археологтарға көмектескен кезде көптеген саз балшықты құмыралармен бірге осындай кішкентай жәдігер табылады. Бұл жәдігер, міне көрдіңіздер ғой, мынандай жәдігер табылады балалар. Бұл жәдігерді Дүкенбай Досжанов, жазушы Дүкенбай Досжанов арқылы Асантай Әлімов біздің Алматыдағы үлкен музыка танушы, үлкен аспап танушы, этнограф Болат Сарыбаев атамызға беріп жібереді. Міне балаларына Болат Сарыбаев атамыз. Болат Сарыбаев деген кім? Балалар, сіздер ол кісіні жақсы білулеріңіз керек. Осы Болат Сарыбаев атамыздың арқасында біздің көптеген 30-дан астам музыкалық аспаптарымыз ортамызға қайтып, қазақтың ортасынан өзінің теуіп орындарын алып, қазір үлкен фольклорлық ансамбль, оркестрлердің бәрінде осы жаңа Болат Сарыбаев атамыз тауып кеткен аспаптар сол жерде жақсы көп үлкен қолданыста. Сол жаңағы табылған жәдігерді зерттей келе, жергілікті қариялардан сұрастыра келе, Фарабидің Састырнайы дегенде атауы бар екен. Бұған себеп Отырар қаласының көне аты Фараб болса керек. Биыл 1150 жыл мерейтой аталынып жатқан Фарабтан шыққан Фараби атамыз үлкен ғалым екенін білеміз. Ол кісі ғұлама
ғылымның сан саласы, математика, философия саласында көптеген саласымен қоса, музыка саласына да, музыка ғылымында терең зерттеген. Оның айғағы балалар Китап Аль-Мусика Аль-Кабир деген ол кісінің еңбегі. Сол еңбегінде балалар осы музыканы терең, қыр сырын терең зерттеп, сол жайлы әңгіме қылады. Бүгінде осы жаңағы аймақта отырар мемлекеттік қорығы Фараби мұражайында Сазтырнайдың жаңағы алғашқы түрі, ол мына біздің Алматыдағы Ықылас Дүкенұлы атындағы музыкалық мұражайда болса, екінші түрі жаңағы отырар қаласындағы мұражайда сақтаулы. Ол мұражайды, ол жаңа жәдігерді тексере келіп, зерттеушілер құмын несін тексерсе, шамамен 9-10 ғасырларға жатқызады. Сол енді сол жәдігерді зерттеуші, жаңағы өлке танушы, айттым ғой жаңағы Абдолла Жұмашев аталарың 2008 жылы Сирия астанасы Дамаскіге іс сапармен барады. Сол іс сапарында ол кісі сол Дамаскіде үлкен мұражайда Фарабидің Сазтырнайдың үлгісін көреді екен балалар. Еліміздің оңтүстігі, Шымкент өңірінде Қаратау деген тау бар ғой. Сол тау секілді жаңағы Дамаскіде Кассюн деген тау бар екен. Сол Кассюн тауының Фараби шыңы бар екен, Фарабидің атынан. Сол енді жергілікті елдің аңызына сенсек, жаңағы Фараби атамыз сол елін, жұртын сағынған кезде сол шыңға шығып, қалтасынан кішкентай Сазтырнайды алып, еліне деген сағынышын, мауқымын сазды әуендермен басқан деген мауқын басқан екен. Шам қаласындағы әфсанаға сенетін болсақ, Шам қаласындағы жаңағы аңызға сенер болсақ, Әл-Фараби атамыз да Сазтырнайда жақсы ойнаған екен. Ал енді балалар, мен сіздерге қазір назарларыңызға халық әні Балапан қазды орындағым келіп отыр. Неге десеңіздер, өйткені тарихи өте дерегі мол, осы кейіннен түсірілген Көшпенділер фильмін сіздер балалар жақсы білесіздер. Сол Көшпенділер киносында жаңағы Балапан қазды сценаристер, режиссерлар жақсы терең қолданған екен. Сол ән өте әдемі, саз бен мұңға толы әдемі келіп тұр. Қазір сіздердің назарларыңызға сол Балапан қаздың бір кішкентай шумағын орындап берейін. Көрдіңіздер ғой, Сазтырнай аспабының әуені, үні өте әуезді, құлаққа жағымды, жүректен жүрекке жетердей нәзік әрі мұң мен сағынышқа толы. Аспап дауысы өзге де қазақтың көптеген музыкалық аспаптары, домбыра, шертер, жетіген, сыбызғы, қобыз сияқты көптеген аспаптармен өте өзара әдемі үйлесімдік тапқан балалар. Ал бастапқыда бұл аспап төрт түлік малдың, төлдердің үнін, даланың аң құстарының дыбыстарына еліктеу, аңға шыққан кезде қатты дыбыстарды үркіту үшін пайдаланған. Сонымен бірге кішкентай балалардың ойнайтын ермегі де болған. Әр түрлі дыбыс шығаратын ысқырық ретінде малды қайыруға, кешкісін малды қайтарған кезде малды қайыруға, табиғаттың дыбысына, аңдардың дыбысына үніне үн қосқан әдемі осындай Сазтырнай аспабы. Аспап жасаушы шеберлер балалар осы аспапты қазір жан жануарлардың пішіміне келтіріп, аспаптың өзге де түрлерін жасап жүр. Мына қараңыздар балалар.
Мына көріп отырсыздар ғой. Осындай да састырнайдың түрі бар. Мынау біздің жылқымыз. Ат, балалар, ойнайтын ойығы мен жылқы. Келесі суретте қарасаңыздар, 4 түлік малдың бірі қой, ешкіге ұқсатып та жасаған міне састырнайдың түрлерін. Онымен қоса, мына менің үйдегі өзімдегі қазіргі заманауи неменіз, мынандай құстарға да ұқсатып жасайды міне. Мынау енді заманауи түрі. Одан да көне түрлері бар, мынандай, айтсаңыздар қараңыз, мына көне түрі, кейін айтып кетем бұл жайлы. Аюға да ұқсатқан екен міне. Содан кейін шалдарға да ұқсатып, мына жерде менде бір не бар, састырнай шалғың несін, міне шалға келіп істеткен да, осындай да түрлері бар. Енді қазір балалар, мен сіздерге қазір бір жұмбақ жасырайын деп отырмын. Сіздер орындалған дыбыс қандай құстар мен жан жануарлардың үні екенін табыңдар. Сонымен тыңдап тап. Қараңыздар балалар. Неге ұқсайды? Дұрыс айтасыздар. Құс сайрауыққа ұқсайды балалар. Көрдіңіздер ғой? Ал енді тағы бір дыбысын келтіріп көрейін. Қараңыздар. Қандай неге ұқсайды екен? Айтасыздар, Даланың желіне ұқсайды, Даланың желіне ұқсайды. Ал енді тағы мынау неге ұқсайды? Қараңыздар балалар. Неге ұқсайды? Балалар, қасқырдың ұлуына, иттердің ырылдасқан ырылына ұқсайды, балалар. Бәрекелді, менің жұмбағымды қиналмай тапқан боларсыздар. Олай болса қазір балалар, бәрің білетін, сөзі мен әнін де білетін, сөзі Сабырхан Асанов, әні Әсет Бейсеев жазған Қошақан әнін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қошақаным қайда екен деген әнге өте састырнайға жақсы келеді екен балалар. Сіздер оны жақсы білетін әндеріңіз. Балалар, састырнай аспабының түп негізінде ел мен жерді жаудан қорғап, көптеген соғыстар жүргізген ата-бабаларымыздың да қаһарлы қаруын көреміз балалар. Соғыс кезінде біз білетін қылыш, найза, садақ секілді қару-жарақтармен бірге дыбыс шығаратын музыкалық аспаптар да кеңінен қолданылған. Дыбысы зор, алыстан естілетін дабыл, барабандармен де бірге үні күшті, ащы шығатын керней, сырнайларды әдеби шығармалардан, көптеген тарихи тақырыптағы фильмдерден жиі көреміз, балалар. Солардың ішінде көлемі қаздың жұмыртқасындай ғана болған састырнай қандай рөл атқарғаны сіздерге қызық болса керек. Бұл састырнай аспабының негізі түпкі атасы болған бірнеше ойығы сүйектен, ағаштан, саздан жасалынып, жебенің басына кигізіліп, міне балалар, жебенің басына кигізіліп, шағын түтікше қару-жарақ жаудың зәре құтын алған, адамдар мен аттардың үрейін ұшырған сарнауық жебе, сарнауық жебе. Көріңіздер, мына жерде ойығы бар. Ұлы даланы мекен еткен ғұндар
дәуірінің танымал билеушісі, міне көрдіңіз ғой балалар, танымал билеушісі мөде қағанының кезінен білеміз. Арада 1000 жыл өткенде де, Шыңғысханның әскери қару жарағының ішінде де бұл сарнауық жебе балалар ерекше орын алғаны да тарихтан белгілі, кітаптарда жазылған. Жебеден шығатын ысқырық дыбыс әскерлерге арнайы белгі беруге, бұйрықтарды орындауға, жаудың үрейін ұшыратын күшті психологиялық қару да болған екен. Сондықтан мен жаңа жоғарыда айтып кеткендей, саз-сырнай аспабы көшпенді қазақ қоғамында, тұрмыс салтында да болған, шаруашылығында да, және соғыс қару ретінде де тұрақты қолданыста болған. Ой, мен теріс қаратып көрсетіп отыр екен ғой сіздерге. Міне, қараңыздар, мына жебенің басына осындай нені орналастырып, кәдімгідей көп мен осындай жебені атқан кезде жергілікті жаңағы елдің үрейін, зүресін алып, бір керемет үлкен қатты дыбыс тұрған екен. Ал енді балалар, саз-сырнай жайлы жаңа айтып жатырмыз ғой. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары Болат Сарыбаев атамыз саз-сырнай жинақтап, зерттеп, жұмысының нәтижесінде Қазақстанда көптеген аймақтарында табылған. Қазір солында тереңірек тоқтап кетейік. Аспап түрлеріне келетін болсақ, балалар, мына қараңыздар, өзінің пішіміне сай, дыбыс шығаруына сай қарағанда, мынандай аспап бар, қараңыздар балалар. Бұл аспаптың аты уілдеуік. Қараңыздар, саз-сырнай уілдеуік қандай? Оның жанында саз-сырнай қандай міне? Ары қарай қарасаңыздар, міне кішкентай. Мынау атасы, мынау бір немересі сияқты, балалар. Енді мына өзінің пішіміне қарай, бұның дыбысы да қандай зор болған. Қараңыздар міне. Неге ұқсайды балалар? Түйеге ұқсайды, аю, түйеге ұқсайды дыбыстарын. Қазір мен сіздерге Ықылас атамыздың ерден күйінің бір кішкентай шумағын орындап берейін. Көрдіңіздер ғой? Осындай зор, төменгі дыбыстарды, кинолар түсіргенде, деректі фильмдар түсірген кезде таптырмайтын балалар үн. Өте тондайды. Біздің байлығымыз бұл балалар. Келесі аспап балалар. Тастауық дейміз. Қараңыздаршы міне. Өз енді мына саз балшық піскеннен кейін тасқа айналады ғой. Қап-қатты тасқа айналады. Мына қараңыз, мына бүйтіп пішімі қанатын ашып тұрған құсқа, тауыққа келетін пішімін қараңыздаршы, қанатын ашып тұрған. Енді бұл тастауықты Болат Сарыбаев аталарың өзінің еңбегінде зерттеп, Атырау өңірінде Гурьев, бұрынғы Гурьев болған ғой, сол өңірде қазба жұмыстар кезінде табылған. Мына біздің қазір 80-ге жақындап қалған үлкен атамыз, Өтепберген Хамзин атамыз, өзі жас кезінде Гурьев аймағынан жас кезінде тастауықта ойнаған екен. Сол жерде табылған жергілікті жаңағы аталары, әжелері жасап беретін болған. Қазір менің қолымда тастауықтың үлкейтілген түрі. Қазір дыбысын қараңыздар міне. Жаңағы уілдеуіктен қарағанда кішкене жіңішкелеу. Тастауық Атырау өңірінде табылған аспап. Келесі аспап енді балалар білесіздер, саз-сырнай. Міне саз-сырнайдың мынандай да түрі бар, мынандай да түрі бар. Саз-сырнайдың сіздер білесіздер,
отырар қалашағында маңайында табылған, иә. Одан кейінгі аспап үскірік, қараңыздар міне, үш бұрышты, өзі сондай үскірік, сүйрек болып, әдемі болып келеді. Жаңағы састырнайда кішкене қолдарыңызды дөңгелетіп алсаңыздар, мына үскірікті ойнаған кезде сүйректеп кішкене жинақ аласыздар қолдарыңызды. Үскірік балалар Ақтау өңірінде, Маңғыстау өңірінде табылған. Үскіріктің ойнаған, жасаған үлкен Балапаш Әнесов деген кісі сол Маңғыстауда тұрған. Оның кісінің Болат Сарбаев атамыз екеуі көптеген осы үскірік, тастауық аспаптарды жасауға өте еңбегі зор, көмектескен. Ол кісінің балалары да, қызы да қазір Хадиша апай деген үлкен апай, ол кісі, сол кісі де жасайды. Оның немерелері де қазір міне атадан мұрады бір-біріне ауысып келе жатқан. Үскірік аспабы біздің Ақтау өңірінде табылған аспап. Үскіріктің дыбысы жаңағы кішкене одан да жоғарылау, жаңағы нелерден қарағанда. Көрдіңіздер ғой, үскірік аспабын. Бұл қай жерде табылған дедік? Ақтау өңірінде. Одан кейінгі аспап біздің 5-ші аспабымыз шыңырау. Шыңырау жайлы Болат Сарбаев атамыздың кітабында да жазылған. Шыңырау жайлы Нұрғиса Тілендиев атамыз өзінің партитура деді ғой, музыкасында да, жаңа кітап нелерінде, оркестрде, отырар сазы оркестрінде жақсы осы шыңырау аспабы қолданылады музыкада. Шыңырау жаңағы неден қарағанда, қараңыздар, салыстырып қарасаңыздар, кішіректеу. Көрдіңіздер ғой міне? Түрі қандай кішіректеу. Шыңырауда мен сіздерге қазір халық күйі Сарыөзенді орындап берейін. Міне, шыңырау аспабы. Ал енді шыңыраудан да кіші бізде аспап бар, ол біздің құс сайрауық, балалар. Құс сайрауықты мен айтып кетейін, міне алғашқы тапқан кезде түрі осындай болған. Міне 2 ойығы бар, тура осындай болып табылған. Мынаны біздің шеберлер осы жаңағы несіне ұқсатып, түріне ұқсатып жасаған жас шеберлер алғашқы табылған кезде бұл аспап Түркістан қаласына орнынан табылған. Құмын, топырағын зерттеген кезде құс сайрауық 7-8 ғасырларға жатқызады. Құс сайрауық Болат Сарбаев атамыздардан кейін табылған аспап. Бұл аспап жайлы біздің Забира Жакишева апамыз терең зерттеп, осы құс сайрауықты суреттеп, атын да қойған кезде жаңағы үлкен жазушылармен, үлкен ғалымдармен ақылдаса отыр. Құс сайрауық деген енді әдебиеттерде кезігеді екен, жырларда кезігеді, сонымен құс сайрауық аспабымыз. Енді бізде қазір заманауи түрінде бағана мен сіздерге көрсеттім ғой, мынандай да түрін біз құс сайрауық деп айтып ойнап жүрміз. Ал қазір мына шеберлер жайлы айтып кетемін. Қазір оны енді мына қараңыздар, кішірек қылып, ол аспап болғаннан кейін, 2 ойығы болса да аспап болғаннан кейін ол ойнау керек. Ол музыкада болу керек, оқытылу керек, ары қарай даму керек. Сондықтан шеберлер міне түсін, басын көрдіңіздер ғой, құсқа құсатып, міне басын әдемі қылып осындай жасап жүр. Бұның дыбысы ең жоғарғы дыбыс, қарасаңыздар қазір. Құстарды келтіруге болады, көрдіңіздер ғой. Сонымен қатар ноталары да бір болады. Енді балалар міне
байқадыңыздар сіздер, мына үлкен көп аспаптар жасап жүрген, бұл аспаптар жасайтын шеберлер де болу керек та. Сондықтан мен сіздерге қазір шеберлер жайлы қысқа айтып кеткім келіп отыр. Жаңағы састырнай ең алғашқы жасаған шебер сіздер білесіздер, Болат Сарбаев, жаңа Балапаш Әнесов аталарың, ол 70-ші жылдары, 1971-72 жылдары осылай ортамызға қайтарған Болат Сарбаев атамыз деп айтып кеттім. Одан кейін састырнайды кәсіби түрде жетілдіріп, біздің ортамызға қосып, музыкалық әлемге қосқан кәсіби тұрғыда жасаған шебер Жахангер Телғожаев ағаларың. Қазір көптеген ансамбльдерде, көптеген оқу процесінде ойнатылып жүрген Жахангер ағалардың аспабы. Менің қолымдағы да аспап 1985 жылдан қолымда келе жатқан аспап, саз сырнай, Жахангер ағалардың жасаған аспабы балалар. Сол Жахангер ағаларынан кейін жаңа көптеген аспаптарды көрдіңіздер ғой. Осы аспаптарды жасап, жүйеге келтіріп жүрген шеберлер туралы айтып кеткім келіп отыр. Шебер деп айтатын себебім, ол балалар сіздер сияқты бала болған, сіздер сияқты сондай кішкентай кездерінде жаңағы саз колледжінде оқып жүрген Бақия Азамат деген балалар, ол колледжде оқып жүрген кезде жаңағындай сазды өзі илеп, жасап, састырнайдың келсін келмесін ойығын жасап, сол кезде ол айналысқан екен. Кейін ол өсе келе колледжді бітіріп, біздің консерваторияға түсіп, консерваторияда жүрген кезде жаңа Жахангер Телғожаев ағаларыңызды ол көріп, сол кісіден дәріс алып, сол кісінің шәкірті деп те айтуға болады. Одан Абай деген Шымкентте үлкен мастер бар, сол жаққа да барып, сол кісілерден Қарабдалов деген кісілерге барып, жаңағы Бақия Азамат сабақ алып, үйреніп, Болат Сарбаевтың еңбектеріне сүйене отырып, әр үлдеуік деп жасама, ол аспап бар ма, қалай жасалынған, тас тауық деп жасай ма, соның бәрін зерттеген Бақия Азамат деген балалар осыны жасап жүр. Қасында Ержан Мұқышев деген досы бар. Ол бала қазір консерваторияны екеуі де бітірген, екеуі де қазір Жезқазғанда сабақ береді. Бақия Азаматтың үйінде 600-700 аспап бар десем, мен өтірік айтпаймын балалар. Ол өзі жеке шеберханасы және жеке коллекционер. Басқа да, састырнайдың акарина, басқа жаңа тұшон пұшпық дедік, тамшақшылы чопа чуор, бәрі онда бар. Ол өйткені сондай өзі сүйіп, оларды зерттеп жасайды. Содан келе Бақия Азаматтың үйінде сыбызғыда бар, көптеген қолғобыз да бар, шертер де бар. Сол сияқты балалар, мен сіздерді сондай неге шақырамын. Өйткені қазір не көп? Топырақ балшықтар көп, саз балшықтар көп. Магазинде, дүкендерде дайын күйінде де тұр олар. Соларды алып, қолдарыңмен жаңа пластилин сияқты дайын күйінде тұр, езіп, иелеп жасасаңыздар, үйренсеңіздер, ол бір жағынан денсаулыққа да пайдалы, бір жағынан сіздер шебер ретінде де қалыптасасыздар, музыкаға кішкене жақындайсыздар. Ал енді састырнай аспабын жаңа түрлерін айттық, тарихына шолдық. Енді састырнай аспап басқа елдерде қалай аталады екен, қандай екен түрлері деген сұраққа келетін болсақ, балалар, басқа елдерде жаңа айттым, акарина тектес аспаптармен салыстыра қарасақ, Европада жаңа акарина дедік, мариларда шун мұшпық, чуваштарда там шахлыч, армяндарда пипук, грузиндерде бульбуль, алтайлықтарда унгерек. Мұны қараңыздар, мұны алтайлықтар менде бар, менің немде мұны алтайлық несі. Алтайда не көп? Алтайда орман, тоғай көп. Ол жақта аю аңы да көп. Сондықтан мұны аюға ұқсатып, мынандай ойнайтын нелері бар, ойықтыралары бар. Унгерек деген аспап, Алтайдың аспабы. Одан қырғыз, өзбек елдерінде де бар, өздерінің шалдарына ұқсатып жасалған аспаптар мындай деген сияқты, міне осындай өзбек халықтарында да бар. Содан көршілес отырған қырғыз халқында да бар екен. Қырғыз халқында чопо чоор деп аталады бұл аспап. Чопо чоор. Мына саз сырнай. Неліктен саз сырнай? Өзінің жасалған заты саз, балшық. Саз сол болғандықтан сырнай деген үрлемелеп ойнайтын аспаптарды қамыс сырнай, қос сырнай, мүйіз сырнай деген бізде үрлеп ойнайтын аспаптар көп. Сол сияқты ортақ
термин сырнай деген. Сол сияқты мына қырғыздардың да чопо чуор деген нені аудармасына келген кезде чопо деген қырғыз тілінде лай, балшық, саз. Чоғор деген жаңағы үрлемелеп ойнайтын аспаптарға ортақ деп айттым ғой. Оларда шоғойна чор, темір чор, Алтай халықтарында сыбызғыға ұқсайтын аспаптар шор деп аталады. Сондықтан міне алдарыңызда қырғыздың аспабы чопо чор балалар. Чопо чордың саз сырнайдан ерекшелігі, міне қараңыздар, саз сырнайды ауаны алып, тынысты алып үрлеген кезде жартысы аспаптың ішіне барады, жартысы сыртқа кетеді. Сондықтан ол табиғи өзінің дауысын сақтайды. Қараңыздар міне. Көрдіңіздер, дірілдеген желдің үні, табиғаттың үні сақталынады. Қырғыздарда бір жақсы, қырғыздың аспабының бір жақсы, алған тынысың, ауаң толығымен мына ойық арқылы аспаптың ішіне кетеді. Сондықтан үнемде бір әуенді орындаған кезде ары қарай алып кетуге өте сол жағынан жаңағы мына ойықтың көмегі керемет. Сонан дыбыс ерекшелік, айырмашылығы да бар дыбыстарының. Қараңыздар, мен сіздерге қазір қырғыз халқының әні жылқышы ырынын орындап берейін. Көрдіңіздер ғой, дыбысы қандай әдемі. Чопо чор қырғыздың аспабы. Ал енді тағы бір аспапқа тоқтала кеткім келіп отыр. Ол біздің көрші Қытай халқының сюн аспабы. Сюн аспабы. Көрдіңіздер ғой, сюн аспабы қандай болған. Сюн аспабы саз сырнай тектес, саз балшықтан жасалынады. Саз сырнайға ұқсастығы, чопо чордан қарағанда саз сырнайға ұқсастығы бар. Өйткені бұның да ауасын ойнаған кезде ауаны үстінен үрлесін, бірақ жартысы ішке кетеді, жартысы сыртқа кетеді. Сондықтан бұнда да, бұл аспапта да табиғи несі сақталған. Қараңыздар мұны. Аспабы сюн. Жаңа чопо чор дедік, акарина дедік, сюн дедік, унгерех дедік. Көп аспаптарды айтып жатырмыз ғой. Сол аспаптардан біздің саз сырнайдың артықшылығы, ерекшелігі неде екенін балалар айтып кеткім келіп отыр. Алдымен саз сырнайдың аспабының сыртқы пішімі. Көрдіңіздер, сыртқы пішімі басқалай болып келеді міне. Оның екінші мына ішкі қуысының ерекшелігі. Ішкі қуысының. Үшінші ең басты ерекшелігі мына дыбыс шығаратын ойықты қиялай кесілуі балалар. Төртінші ерекшелігі бұның көп түрлілігі. Үлдеуік, тастауық, саз сырнай, үскірік, шыңырау, құссайрауық деген сияқты көп түрлілігі. Ең соңғы ерекшелігі мына гамма дейді ғой, мына музыкада гамма дейді балалар, сілестер, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Жаңа чопо чорда битіп, до, ре, ми, фа деп битіп кезек-кезек аша берсеңіздер, гамма шығады. Акарина да солай. Кезек-кезек ашсаңыздар, солай шығады. Ал біздің саз сырнайда олай емес. Біздің саз сырнайда алмастырып отырып, бір саусағын ашсаңыз, екінші саусағын жауып сөйтіп отырып, сонда ғана гамманың дыбысы шығады. Міне қараңыздар. Алмастырып шахмат түрде бірін ашып, бірін жауып отқан кезде сөйтіп гамманы шығаруға болады. Міне қазір енді елімізде балалар саз сырнай аспабында орындау жақсы жолға қойылған, арнайы білім беретін
колледждер мен жоғары оқу орындарында өздерің секілді талантты балалар оқып, мына Петр Ильич Чайковский атындағы саз колледжінде сазсырнай мамандық ретінде ашылып, өздерің сияқты балалар оқып жатыр. Келіңіздер, бізге оқуға келіп түсіңіздер, әрдайым сіздерге дайынбыз, көмектесеміз, үйретеміз. Сол сияқты Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық эстрада цирк колледжінде де мамандық ретінде ертеректе ашылып, о жақта да үйретіліп жатыр. Мына Жезқазған қаласында да бар, Қызылордада да келіп біздің консерваторияға көптеген балалар келіп оқуға түсіп жатады. Сондықтан мен сіздерді шақырамын, балалар. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында талантты сондай сазсырнайда жаңа колледж бітіріп келген балалар сол жерге оқуға түсіп, ары қарай оқуын жоғарғы оқу орнында жалғастырып жатыр. Сол біздің жаңа халық музыка факультетіндегі сазсырнай мамандық ретінде ашылып үйретіліп жатқан талантты студенттердің ортасынан біз Қазақстанда алғашқы рет 2017 жылы Қазақстан емес, орталық Азия деп айтсам да қате айтпаймын, тек қана саз-сырнайдың аспабын, жаңа түр-түрін айттық. Саз-сырнайшылар, сазарт деп атайтын саз-сырнайшылар ансамблі құрылды, балалар. Саз-сырнайшылар ансамблінің репертуары өте қызықты, қайталанбас, таңғаларлықтай керемет үлкен шығармалары да бар. Көптеген концерттерге қатысып, көптеген сахна төрінде көріп жүрілген сазарт саз-сырнайшылар ансамблі бар. Тағы да мен мақтанып, сүйінші сұрап сіздерге айтып кеткім келіп жатыр. Мына Нұр-Сұлтан қаласында сіздер сияқты мектеп жасындағы балалардың өнер мектебі бар. Мектеп жасындағы балалардың. Сол өнер мектебінде менің шәкіртім, ол жаңағы Чайковский атындағы колледжді бітірген, одан кейін консерваторияны бітірген. Сол өнер мектебінде Тастенова Мира деген мен шәкіртім сабақ беріп, сол жердегі мектеп оқушыларының кішкентай балалардан саз-сырнайды үйретіп, саз-сырнайшылар ансамблін құрып, атын қазына деп қойыпты. Халықтың қазынасы саз-сырнай деп, сондай қазына деп керемет ат қойып, уже міне 1,5-2 жылдай болып қалды, өздерінің концерттерін беріп, жақсы Нұр-Сұлтандағы керемет концерттерден төрінен көрініп жүрген балалардан құрылған саз-сырнайшылар ансамблі бар. Ал енді біз енді жаңа аспап болғаннан кейін, дамығаннан кейін, балалар аспапта репертуар қалыптасу керек, репертуар. Алғашқы саз-сырнай репертуары 1975 жылы қалыптасқан десем қателеспеймін. Өйткені 1975 жылы Болат Сарыбаев атамыз өзінің ұлы Талғат Сарыбаевпен бірге қосылып, Дәулет Мықтыбаевтың мерейтойында консерваторияның камералық залында алғашқы рет 1975 жыл үскірік пен шаң қобыз қосылып керемет әуен орындады. Содан бергі репертуар қалыптасып келе жатыр. Одан бертін келе 81-82 жылдары отырар сазы оркестрі құрылған кезде Нұрғиса Тілендиев атындағы Нұрғиса Тілендиев аталарыңыз халық әртісі, сол кісі де саз-сырнайға арнап балапандарым деген шығарма жазды. Ермұрат Үсеновтың Арбакеш әні деген әні бар, арнайы саз-сырнайға жазған. Жамағат Темірғалиев атамыздың Балдәурен деген шығармасы, Ермек Өміровтің мультфильмге түсірген Таспақарлар жарысы деген сондай мультфильмге түсірілген, мультфильмге жазған шығармалары бар. Қуаныш Жұмағалиев ағаларының көптеген саз-сырнайға жазылған шығармалары бар. Сол енді алғашқы шығарманың бірі, жаңа айттым ғой, Ермұрат Үсеновтың Арбакеш әнін мен сіздерге орындап бергім келіп отыр. Алдымен орындамас бұрын сол Арбакеш әнінің кішкентай тарихын айтып кетейін. Балалар 80 жылдары Ермұрат ағаларың уже ол кезде қалыптасқан музыкант, композитор болып қалыптасқан, ол кезде жаңа отырар саз оркестрінде істейді. Сол жылдары өзі ауылына барады, Нарынқол өңірінен, керемет табиғаты керемет қой ол жақтың. Сол жаққа өңіріне ауылына барады, сол кезде ауылда жаңағы Арбакеш атқа жеккен арбаның үстінде үлкен бөшкені құйып, балалар су таситын да Арбакештер. Олар ол кезде колонка жоқ ауылда, сол су тасып жүрген Арбакештердің қасына отырып, өзі де тасыған ғой, қызық көріп, сол Арбакешке арнап көңілді
Арбакеш деген әуен шығарады. Сол әуенді мен сіздердің назарларыңызға қазір ұсынамын. Арбакеш бітіп кетіп бара тара-тара-тап-та-та деп ары қарай арбакеш кетіп бара жатыр. Міне осы жаңағы арбакеш деді, жаңағы көптеген шығармаларды айттық қой. Сол шығармалар балалар, енді олар ұмытылып кетпес үшін біз енді арналған хрестоматияға еніп, осының ішінде сол ноталардың бәрі осыған жинақталды балалар. Жаңағы мен сіздерге басында айтып кеткендей, мына кітапты мен сіздерге қазір сыйлыққа тартам дедім ғой. Осы кітаптың ішінде тағы да осындай кітаптар шығып жатыр. Бұл кітапта Сазсырнайдың тарихы, Сазсырнайды қайдан шыққан, кімдерде, басқа елдерде, жаңа мен айтқан әңгімелердің бәрі осының ішінде балалар бар. Кейін қолдарыңызға түскен кезде оқып тереңнен біліп аларсыздар. Ал енді құрметті балалар, сіздер бүгін ұлы даланың ғасырлар қойнауынан келе жатқан үні, Сазсырнай аспабының тарихымен таныстыңыздар. Бұл тарих болашағынан үміті мол, тәуелсіз Қазақстанның кішкентай ғана музыкалық аспабы болса да, ғасырлар қаптарынан, ғасырлар қойнауынан сапар шектіретін үлкен тарихтың бір ғана тармағы бар. Дәрістерің, ұлы даланың сан ғасырлық тарихы, өнері мен мәдениетінен кішкентай ғана бір бөлшегі. Біздің жиған тергеніміз, аз кем өнеріміз балалар сіздерге жұғысты болып, келешек ұрпаққа жеткізу балалар сіздерге аманат. Болашақ балалар сіздердікі. Дәрісіміз қызығушылық тудырса, ой салса, хабарласыңыздар, пікірлеріңізді жазып отырып, мен кейін дәрістің соңында, сабақтың соңында қарап отырып, кімнің сұрағы қандай, кім қандай қызығушылық тудырды, кімге Сазсырнай қызық екенін біліп, телефондарыңыз жазыла сол жерде, сол арқылы хабарласып, мына 2 кітабымды сыйға тартамын, балалар. Ал енді менің дәрісім осымен аяқталды, балалар. Аман болайық. Мына жаман індеттен аман есен құтылайық. Өздеріңді балалар күтіп жүріңдер. Аналарыңа, әкелеріңе қолғабыс болып көмектесіп жүріңдер. Еліміз аман, халқымыз тыныш болса, әлі талай биіктерден көрінетін боламыз, балалар. Көріскенше күн жақсы болсын. Сау, саламатта болыңыздар, балалар. Аман болайық.